Менің сүйікті оқырмандарым, сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жаңа рубриканы жалғастыратын боламыз. Мен жаңа рубрикаға бүгін медеуді таңдадым. Медеуге бару үшін қанша ақша кетеді, не алу керек, қандай заттар керек, соның барлығын бүгінгі видеодан көре аласыздар. Және де арнада болмаған видео, бұл влог сияқты түсіретін боламыз. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Біз пицца аламыз деп шештік. Қазір пиццаны жылытады. Достар, медеуге баратын кезде міндетті түрде жақсылап тамақ ішіп шығыңыздар, себебі коньки физикалық түрде өте көп күшті талап етеді. Біз үйден тамақ ішіп шыққаннан кейін тек қана медеуде жейтін заттарды ғана алдық. Сіздер тамақ алып шықсаңыздар да болады. Және де термосқа ыстық су құйып, шай жасап, кофе жасап шықсаңыздар да тоже күшті болады. Все, біз кассаға келдік. Қазір Аружан ақшасын төлейді. Біз пицца алдық. Достар, біз медеуге автобуспен бардық. Дүкеннен шыға салып, автобусты күтіп, жолға шықтық. Жолға шамамен 1 сағаттай уақыт кетті. Біздің қарнымыз ашып кеткен соң, осындай керемет видқа қарап отырып, пиццамызды жеп алдық. Медеудің ауасы таза, көркі әдемі, маған ұнайтын жерлердің бірі. Менің отбасым, жақындарым маған медеудің қалай қатты ұнайтынын жақсы біледі. Достар, коньки тебу менің хоббиім, және де ол спорт түріне жататын болғандықтан денсаулыққа өте пайдалы. Сол себепті сезонда жиірек баруға тырысыңыздар. Достар, кіру құны бір адам басына 1800 теңгеден шықты. Кіретін уақытқа, сеансқа байланысты медеудің бағалары өзгереді. Толық ақпаратты медеудің сайтынан көрсеңіздер болады, сілтемесін төменге қалдырып кетемін. Менде өзімде коньки болды, ал Аружанға арендаға коньки алдық, ол 1700 теңгеге шықты. Жеке заттарыңызды гардеробқа қалдырып кетсеңіздер болады, гардеробтың құны 200 теңге. Сондай-ақ коньки теп алмайтын жандарға арнайы трубалар болады. Кішкентай балаларға 1000 теңге, үлкендерге 2000. Ортасында демалып жатқан кезде бір шайды екіге бөліп, күштілеп тұрып ішіп алдық. Медеу отбасыларыңызбен, достарыңызбен баруға таптырмайтын жер. Медеудің ішінде осындай жерден тамақтанып алсаңыздар болады, бірақ бағалары үйреншікті бағалардан қымбаттау. Достар, бізге осы демалыс үшін небәрі 8000 теңге ғана керек болды, адам басына 4-5 мың теңге жеткілікті. Мен сіздерге келіп, Алатаудың таза ауасымен демалып, конькиде сырғанап, табиғатын тамашалап кетуге кеңес беремін. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарийда мені қолдап кетіңіздер. Себебі ол мені көбірек видео түсіруге шабыттандырады. Ендеше, келесі кездескенше сау болыңыздар.